Барақтарыңызға сәлем, мен Сымбат, менің аныма видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі түсіретін видео менде влог деп аталады. Влогты көп кеткен шығарсыздар, иә. Мен негізі апталық влогты түсіргім келген. Телефоным памятьта өшіп қалды. Сондықтан да еще мен дұрыс түсірген жоқпын. Күнімді ше, полностью түсірген жоқпын. Сөйтіп араласып кетті. Сондықтан да кешірім сұраймын. Және де бүгін бір күндік влогымды түсіретін боламын. Мектепке дайындалып деп жатырмын. Мен бірақ әлі тамам ішкен жоқпын завтрагымды. Қазір боянып болғаннан кейін завтрагымды ішетін боламын. 6:55 болды. Достар, мен боянып болдым. Бүгін макияжым типа милашка шықты. Но я не хотела, чтобы я была такая милашка. Жалпы енді мен дәл қазір завтрагым ішіп кету керекпін. Мне кажется, завтрак түспестен бұрын мен киініп алып бірақ ішетін сияқтымын. Потому что это так быстро будет, да? Осындай жакетім шығарып, бүгін бізде дышы класста болады. Так, бір, екі, киініп алайық па? В общем, я делаю такой вот лук. Ну, типа рубашка, галстук, жилетка и шалбар обычно, классический. Вот. Я осы спрейчу всего. Ал сағатты киіп аламын. Короче, 20-ға дейін. Ну, 30-ға дейін үлгеру керекпін, короче. Мен, короче, завтрашку не пишем, потому что вообще аппетит нету. Еще плюс идей ничего нету вообще. Короче, мен қазір сағат 20-дан кеткенде уже шығатын боламын. Вау, смотрите. Здесь красиво, да? Прям блестит ход. Капец. Мә, қалың қар жауып кеткен. Мен шықтым. Дала негізі қараңғы қалып, просто қардың арқасында кішкене жарығырақ болып тұр. Короче, мен шықтым. Дала дейтін өте суық екен, потому что бетіме қатты жел соғып жатыр. Капец. Короче, мен сабаққа келдім. Кішкене киінетін боламын. Мен, кстати, аяғыма әкелген жоқпын. Бізде информатика біз басқа топқа аламыз. Пока что отыра тұрамыз. Сюда жер отырамыз. Очень Білем достар. Көреміз қалсын. Короче, это что? Все хазраты. Сымда жазылды.
Бартыңызга кайырлуу күн. Мен мектептен келдим және де басым катты ооруп атыр. Мектептин өзүндө басым ооруган. И биз азыр менин ооруганыма карамастан убурга кирсейин деп жатырмыз. Кирчи кыздар. Мен уктап калдым. Багана уборка жасап болдук. И 3:30 жасап болдук. Сөйтүп ийип отурган. Қазір сағат 6 болду. Мен уктап калдым. Енді турдум, короче. Потому что мен ооруп жатырмын, сизге айткандай. Ой, койчу. Потому что мен жабырап жатырмын қазір. И вообще өзүмдү жаман сезип турмун. Саат уже 8ден кетти. Мен ишимди жасаган жокмун сабактын, потому что вообще жасай албай отурум. Басым жаман ооруп атыр. И мен дәл қазір рамен жеп болдум. Мне показала, я забыла. Надо до конца жемедим, потому что суп болуп кетти вообще. Мен негизи бүгүн өзүмдүн вебинарымды өткүзүү керекпин, бирок өтө аз адам киргендиктен, еще менин бир ооруп басым мазам болмой турду түсүндүрүп этүүгө. Сондуктан да мен эртең жасайтын боламын. Тагы да вот. И эртең мен вряд ли мектепке барам. И мен дал азыр стол чыйнайтын болом. Негизи мынанын баардыгын аштат саап турду. Мен наны гана курткам. Но мамалар наны кешки аш ішіп, мына маған қалдырып кеткен, онан жуып тасташты. Вот это вот подарок ауырып аткан адамга. И знаете, ауырып аткан адам бүгүн уборка жасаткызган жок, просто уборка жасадык. Мен қазір тамам ооруп, мен не знаю, калай ооруам, вообще ужас. Потом жатам болду, демалайыншы бүгүндүк. Сол. Бирок болумда аяктайм. И кстати, мамалар бизде кетип калды конакка. Туган күнгө, бирок мен бармадым, конечно же, я не хочу там, потому что балалар үчүн басым ооруат еще. Короче, мен бармадым. Мамаларыбыз кетти. В общем, Адем Батырхан кетти. Адилжан үйдө калды, бирок Адилжан азыр тренировкасында. Вот.